Қазақстан астанасы, Нұр-Сұлтан қаласы. Қазақстанның тәуелсіздік жылдарында жүріп өткен жолы, оның тарихы мен келбетінде айқын көрініс тапқан. Ширек ғасыр бұрын Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, елбасы Нұрсұлтан Назарбаев жаңа мемлекеттің астанасын салды. Нұр-Сұлтан жолы бүкіл Қазақстанның бағыт-бағдары. Бұл елбасының жолы. Ақорда мен Нұр-Сұлтанның әкімшілік орталығы маңында Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы кітапханасының жаңа заманауи ғимараты бой көтерді. Есіл жағасындағы тұтас архитектуралық кешен, аллеялар бар тез өсіп келе жатқан көркем саябақпен көмкерілген. Сәулет пен табиғаттың үйлесімділігі бұл орында елорда тұрғындары мен қонақтарының демалысы үшін тартымды ете түседі. Ақтастан және мөлдір шыныдан тұрғызылған 3 қабатты ғимаратты түрік мамандары Окана Колооглу академиясының сәулетшілері Символ құрылыс компаниясы салды. Ғимараттың жалпы аумағы 40 мың шаршы метр. Музей вестибюлі төбесінің биіктігі 18 метрге жетеді. Мұнда музей экспозициялары, қор сақтаушы қоймалар, интерактивті оқу залдары, коворкинг орталығы, кеңселер, конференциялар, форумдар, ауқымды көрмелер өткізуге арналған 2000 орындық көп функционалды зал орналасқан. Ғимаратты технологиялық жабдықтаумен 30 жылдан астам уақыт бойы көрме мұражай саласына маманданып, әлемдік деңгейде танылған оңтүстік кореялық Сигонтек компаниясы айналысқан. Музей кеңістігінде ұсынылған мультимедиялық мүмкіндіктер тәуелсіз Қазақстан тарихының беттеріне саяхат жасауға мүмкіндік береді. Жүйелік сөрелер, тач дисплейлер, мэппинг видео, интерактивті ойындар, жаңа технологиялардың алуан түрлігі, барлығы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы музейінде қолданылады. Сіздерді Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы музейінде көргенімізге қуаныштымыз. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өмірі және қызмет жолымен танысу арқылы еліміздің тәуелсіздік жылдарында қол жеткізген жетістіктері көрініс тапқан музей экспозицияларын тамашалауға шақырамыз. Қазақстан тұңғыш президенттің бейнесінде халықаралық қауымдастыққа, бейбітшілік пен жасампаздыққа деген ұмтылысын паш етті. Нұрсұлтан Әбішұлының Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы және қауіпсіздік кеңесінің ресми құжаты мәртебесіне ие болған әлем 21 ғасыр манифесі жаһандық бастамалардың маңызды дәлелі болып табылады. Елбасына апаратын жол бейне саяхаты. Бұл мемлекеттік егемендік пен тәуелсіздік идеясының қалыптасу мен гүлденуіндегі маңызды кезеңдерді көрсететін музеймен танысудың прологы. Елбасының өмір жолының бастауы, оның жеке тұлғасының бірегейлігі мен көп қырлығын алдын ала анықтады. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 1940 жылы 6 шілдеде Алматы облысы Қаскелең ауданы Шамалған ауылында дүниеге келді. Ол қарапайым еңбек отбасының аңсап күткен тұңғыш еді. Атанасы Әбіш және Әлжан Назарбаевтар. Нұрсұлтан Әбішұлының балалық шағы соғыстан кейінгі қиын-қыстау кезеңге тұспа-тұс келді. 1948 жылы ол Дмитрий Фурманов атындағы Шамалған орта мектебінің табалдырығын аттады. Мектеп қабырғасында жүргенде-ақ оның көшбасшылық қасиеттері мен білімге деген ұмтылысы көрінеді. Нұрсұлтан Назарбаев еңбек жолын 1960 жылы Теміртау қаласындағы Қазметаллургстрой құрылыс басқармасының жұмысшысы болып бастаған. Ол сол кездегі Қазақстан мен Орта Азиядағы алғашқы және жалғыз домна пешінің іске қосылуына тікелей қатысты. Елбасы өмірбаянының маңызды кезеңі Теміртау қаласымен байланысты. Теміртау
мен үшін алтын бесік, магнитка тарихы, теміртау тарихы, оның адамдарының тағдыры менің тағдырымның ажырамас бір бөлігі. Егер менің өмірімде магнитка және теміртау болмағанда, мен ешқашанда президент болмаушы едім деп тебірене еске алады тұңғыш президент өзінің қарметте жұмыс істеген жылдарын. Классикалық экспозициялық шешімдер мен заманауи технологиялардың синтезі елбасының өмірлік және көшбасшылық жолының осы және кейінгі кезеңдерінің рухы мен динамикасын дәл көрсетеді. 1992 жылы 4 маусымда егемен елдің мемлекеттік туы, елтаңбасы және әнұраны бекітілді. Қазір бұл мемлекеттік рәміздер күні. Мемлекеттік әнұранның негізі Жұмекен Нәжімединов пен Шәмші Қалдаяқовтың «Менің Қазақстаным» әні. Оны Қазақстанның тұңғыш президенті толықтырып нығайтты. жылы 30 тамызда республикалық референдумда Қазақстан Республикасының Конституциясы қабылданды. жылы 7 мамырда президент жарлығымен Қазақстан Республикасының қарулы күштері құрылды. Оның жоғарғы бас қолбасшысы мемлекет басшысы болып саналады. 1993 жылға мына мұрағаттық бейнеде тұңғыш президенттің ұлттық валютаны енгізу мәселесі бойынша баспасөз конференциясы. Толықтырылған заманауи технологиялар арқылы ұлттық валютамыздың банкноталарында бейнеленген белгілер планшетте бір кеңістікке біріктірілген. Тәуелсіз Қазақстанның 21 ғасырдағы жетістігінің басты шарты тұңғыш президент елбасының стратегиялық таланты болды. Нұрсұлтан Назарбаев жасаған эскиздер іске асқан. Қаланы дамыту мэппинг шоуы елорда бейнесін кілемнің ою өрнектері мен нышандары арқылы жеткізеді. Әртүрлі жоспарлар мен ғимараттар бейнесі және көрнекті орындардың суреттері елорданы әлемнің бір бөлшегі ретінде көрсетеді. 1999 жылы тәуелсіз Қазақстанның астанасына ЮНЕСКО-ның арнайы марапаты әлем қаласы атағы берілуі бекер емес. Үлкен медиа үстелде мұрағаттық құжаттар, фото және видео материалдармен таныса аласыз. Шаһардың келбетінен оның тарихы мен қазіргі заманғы қалалық құрылыс мәдениетін қатар көре аламыз. Нұрсұлтан Назарбаевтың аса жоғары халықаралық беделі Қазақстанның жаһанға танылуына айрықша әсер еткен анық. Әлем таныған көшбасшы фотогалереясы елбасының ядролық қарудан азат әлемге үндеуінің және басқа да халықаралық бастамаларының табысты болуына жарқын дәлел. Другая наша экологическая рана – это Семипалатинский ядерный полигон. Решением нашего правительства мы закрыли этот источник смерти. Нұрсұлтан Назарбаевтың әлем 21 ғасыр манифесі Біріккен ұлттар ұйымының ресми құжаты болып жарияланды. Онда күрделі қақтығыстарды шешу және сенім мен өзара қауіпсіздікке негізделген бейбітшілік құру бойынша нақты қадамдар ұсынылды. Ядролық қарусыздану ісіне сіңірген еңбегі және бейбіт бастамаларды ілгерілеткен үшін Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық наградалармен марапатталды. Солардың ішінде Ұлыбританияның Әулие Михаил және Әулие Георгий ордені, Американың Шығыс Батыс институтының бейбітшілік және превентивті дипломатия сыйлығы, Хиросима қаласының аса құрметті азаматы белгісі, Жапонияның ең жоғарғы мемлекеттік наградасы, үлкен лентадағы Хризантема ордені бар. Мемлекеттің дербес даму бағыты
Қазақстан 2030 алғашқы жан-жақты даму стратегиясында баяндалған. 1997 жылы қабылданған құжат Қазақстанның қазіргі заманға мемлекет құрудағы қарқынды қозғалысының бастапқы нүктесі болды. Қазақстан 2050 стратегиясы шеңберінде еліміздің әлемнің ең дамыған 30 мемлекетінің қатарына кіруі мақсат етілген. Жалпыға ортақ еңбек қоғамы, бәсекеге қабілетті экономика құрылуда, адами капитал даму үстінде. Фундамент казахстанского патриотизма – это равноправие всех граждан и их общая ответственность за честь Родины. Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасында әртүрлі қызмет салаларында жетістікке жеткен қазақстандықтардың таланты мен мүмкіндіктері айқын көрінді. Елбасының даналығы қазіргі әлемде жоғары бағаланады. Оның кітаптары мен еңбектері 30-дан астам шет тілдеріне аударылған. Екпіндей ұшқан самұрық құс. Еліміздің табысты дамуының символы. Елорданың бас алаңының сәулет ансамблімен аяқталады. Қазақстандық жолды шолып өткен алып самұрық жаңа шыңдарды бағындыруға тағы да дайын. Елбасының тарихи қызметі қазақ мемлекеттілігінің әр жаңа парағында жалғасын табуда. Біздің болашаққа деген үкілі үмітіміз жастар, өздеріңіз бе? Біздің бүгінгі атқарып жатқан жұмыстарымыздың тек сендер үшін жасалып жатыр. Отанды сүюдің, мемлекетті нығайтудың, тәуелсіздікті қорғаудың және жарқын болашақ үшін жұмыс істеудің маңыздылығын жете түсінуі тиіс. Еліміздің жетістіктері, қазақстандықтардың табысы, біздің ортақ мақтанышымыздың мәні осы. Мемлекеттің спорт пен дене шынықтыруды ұдайы қолданғанына алғыс ретінде қазақстандық спортшылар өз жеңістерін елбасына арнап, шынайы алғыс батасын алады. Қазақстан әлемдік мәдени кеңістікте лайықты әрі танымал орынды иеленген. Ұлы даланың әйгілі композиторлары мен музыканттары да адамзаттың мәдени қазынасына елеулі үлес қосты. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті музейіне келген меймандарымыз бізге қайтып оралатынына күмәніміз жоқ.